Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз математика пәнінен 735-ші есепті шығаратын боламыз. Біз бұл жерде ондық бөлшек түрінде жазылатын, жазылмайтын сандарды бөліп жазуымыз керек. Енді бізде 4-тен 3 ол жазылмайтын бөлшек. Яғни ондық бөлшек жазылмайтын бөлшек. Жазылмайтын. 4-тен 3, сосын 7-ден 3, одан кейін 11-ден 3, содан кейін 23-тен 3, осылар енді жазылатын. Қарайық, жазылатын. Жазылатын бізде 5-тен 3, оны ондық бөлшекке айналдыра аламыз, ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Оны жазсақ, біз 2-ге көбейтеміз, 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 10-нан 6 болады. Тең 0,10-6. Келесі бізде жазылатын, ондық бөлшек түрінде жазылатын сан 10-нан 3. Оны енді ондық бөлшекке бірден айналдырамыз. 0,10-3 болады. Келесі бізде 20-дан 3. Енді оны 3-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда 100-ден 15 болады. 0,115. Енді одан кейінгісін 25-тен 3. 25-тен 3. Біз бұл жерде 8-ге көбейтеміз, 4-ге көбейтеміз. Сонда 100-ден 12 болады. Сонда 0,112. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.